Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сәлеметсіздер. Жақсы, отыра қойыңдар. Бүгін кім кезекші? Бүгін сабақта мен кезекші. Сабақта кім жоқ? Дүйсенбегүні және жібек ердана себепті болып келе алмай қалды. Өте жақсы, отыра қойыңдар. Олай болса біз сабағымызды бастайық балалар. Ол үшін біз әрқайсымыз топқа бірігейік. Оған әрқайсымыз жеке-жеке келіп, мына тақтадағы стикерларды таныстырсақ. Келе қойыңдар. Соған байланысты біз түс бойынша топтарға бірігейік. Қызыл түсте бірінші топ, жасыл түс болса екінші топ. Топ өзіміздің түсіміз бойынша орнымызға отырдық па? Өте жақсы балалар. Олай болса біз алдыңғы білімге көз жүгіртсек. Бұл тақтада біз алдыңғы өткен тақырыптарымыз тұр. Сол тақырыптар бойынша сұрақтар берілген. Бұл сұрақтарға қазір қай топ дайын, сол топ жауап бере береді. Бірінші сұрақ Монро доктринасы. Жақан? Ол 1823 жылы болды. Өте жақсы, отыра. Дұрыс. Екінші, 1860 жылы оңтүстік ақш-та құлдар саны. Базар айтып. Өте жақсы, дұрыс, отыра қой. Келесі, аболиционизм дегеніміз ерен айтып. Құлдыққа қарсылық. Өте жақсы, дұрыс, отыра қой. Келесі, 19 ғасырдағы ақш-ты демократиялық партия бастады. Қаншама жыл? Малик айтып қойшы. 30 жыл. Өте жақсы, дұрыс, отыра қой. Келесі, сұрақ, 1854 жылы республикалық партия құрылған қала дейді. Соңғы. Өте жақсы, дұрыс, отыра қой. Келесі, демократия дегеніміз не? Мақпал айтып қойшы. Халық билігі. Өте жақсы, отыра қой. Балалар, өте жақсы, барлығымыз алдыңғы білімдегі өткен тақырыптарды жақсы біледі екенбіз. Сол үшін топ бір-бірімізге қошеметтеп қойдық. Өте жақсы. Олай болса балалар, біз жаңа тақырыпқа көз жүгіртсек, мен қазір сіздерге осы суреттер арқылы біз бұл суретте не көріп тұрмыз? Біз бұл суреттерде жаңадан алдап өтетін тақырыпты қазір мағынасын ашуымыз керек. Қандай тақырыпты өтеді екенімізде. Балалар, бұл суретте не көріп тұрмыз біз? Жапония. Қол көтеріп жауап береміз. Жақын айтып. Біз бұл жерде ақш елі мен Жапония елдерін көріп тұрмыз. ақш елі, Жапония елі. Екінші топтан жаңа айтып. Соғыс болып жатқан жоқпын. Соғыс болып жатқан жоқпын. Соңғы айтып. Кемелер, жаңа тағы қосымша, тағы балалар. Бұны жалпылама байластырсақ қалай деп ойлаймыз? Нені білдіреді деп ойлайсыңдар бұл жерде? Бұл жерде дұрыстап қарасақ кемелер жүзуде, Америка құрама штатының туы, Америка құрама штатының халқы, Жапонның адамдарының несі, ұлттық киіміндегі жапондықтар, онымен қоса бір мәселе шешіліп жатыр. Сіздер айтыңызшы. Американың Жапонияны жаулап алмақшы болған. Өте жақсы. Жақсы, отыра қой. Өте жақсы балалар. Тағы қосатындар бар ма? Жоқ, біздің сонымен қоса жаңағы зерде айтқандай барлықтарың негізі дұрыс жауап бердіңдер. Біздің сонда жаңа тақырыбымыз бұл Америка құрама штатының Жапонияны жаулап алуы. Біздің алдағы өтетін тақырыбымыз неліктен ақш өз әскери кемелерін Жапонияға жіберді. Біздің сабағымыздың, бүгінгі сабағымыздың мақсаты ақш-тағы капиталистік монополиялардың даму ерекшеліктерін, сонымен қоса Еуропалық отаршылдық экспансиясының шығыстың дәстүрлі қоғамдарына ықпалын сипаттау. Бұл біздің осы жаңа тақырыбымызда өтетін алға қойған мақсатымыз. Сол елді өздері басқарып алғысы келді. Бұл жаңадан өтетін тақырыбымызда біздің негізде осыны өтеміз. Жаңа тақырып бойынша қысқа жол видеоға назар аударсақ. Университет өнімдерінің 4-5 бөлігін шығарған. Олай болса біз жаңа тақырып бойынша бейне роликке назар аударсақ. Осылайша Американың
Birinchi topqa AQShning өнеркәсіптік өркендеуі деген тақырыпша, екінші топқа AQShning қиын шығыстағы саясаты деген тақырыпша беріледі. Осы бойынша біз тапсырма орындаймыз. Мәтінмен, кітаптағы мәтінмен жұмыс жасаймыз. Бұл тақтаға қарасаңдар, осы тапсырманың дескрипторлары берілген. Осы дескрипторлары сәйкес болу керек тапсырманы орындаған кезде. Тапсырманы орындауға 7 минут уақыт береді. Басталды. Түсінбеген жерлер болса, сұрай отырыңдар балалар. Тапсырманы аяқталған кезде қошапалақтаймыз. Уақыт кетті, 7 минут уақыт. Егер түсініксіз жерлер болса, сұрап отырыңдар. Түсінбеген жерлерің болса, сұрай отырыңдар. Тапсырманы аяқтап болғаннан кейін қол шапалақтаймыз. Ортасына бір жазып қойсаңдар болады. AQShning балалар қай топ болды? Жастар, бірінші топ болғаннан кейін келе қойды алғашқа қойыңдар. Екінші топ, бірінші топ тыңдаймыз. Бізге AQShning өнеркәсіптік өркендеуін анықтау берді. Жастар, Оған табиғи ресурстар мен құнарлы жерлер арқылы тез дамып державаға айналды. Халқы 31 миллионнан 76 миллионға артты. жасы. Көптеген корпорациялар монополияға айналды. Нью-Йорк, Чикаго сияқты қалалардың экономикалық өте тез дамыды. Өздерінің қолдарының арқасында жұмысшылар жағынан көптеген шығынданады. Және де Рокфеллер мен Морганның ірі тестері ерекшеленді. Және ол кезде 12 штат құрылды. Өте жасы болады бұл ма? Иә. Өте жасы. Топ, қошеметтейміз. Өте жасы болады. Келесі екінші топ. Тапсырмасы. Бізге AQSh'тың қиыр шығыстық саясаты берілді. AQSh қиыр шығысқа қызығушылық танытты және де 1844 жылы Англияның үлгісін ұстана отырып Қытайдың өзімен әміреtsiz келісім шартқа қол қойғызды. Америкалық монополиялардың экспансиясы қиыр шығысын және Сібір аймақтарында қамтыды. ақш күшпен Жапонияны оқшаулау саясатымен Ғарышты пайдаланған ақш Гавай аралдарын AQSh'тың құрамдас бөлігі ретінде қарастырды. AQSh күшпен Жапонияны оқшаулану саясатынан бас тартуға мәжбүрледі. Болды ма бала? Иә. Өте жасы бала қойыңыз. Жақсы балалар. Мен сендерге қазір топ бір-бірлеріңді бағалау қарағым беріп қоямын. Топ басшысына 1-ден 10 балдық жүйе негізінде бағаланады топ. Үй тапсырмасына жауап, жаңа тақырыпта жауап беруі, сабақтағы белсенділіктері. Осы бойынша топ басшылары топ бір-бірлеріңді бағалап тұрасыңдар. Олай болса жақсы, біздің бірінші тапсырмамыз орындалды. Өте жақсы қатысыңдар балалар, бірінші тапсырма. Жақсы балалар, біз бірінші тапсырманы жақсы орындадық. Енді сендерге екінші тапсырманы беремін. Біздің екінші тапсырмамызда жақсы балалар, біздің екінші тапсырмамыз ол топпен әрбір топтың өздерінің пікірі. Осы сұраққа. Неліктен AQSh кемелерін Жапонияға жіберді? Неліктен? Сәл 1-2 минут топпен бірге ақылдасып ойланып алайық, содан кейін жауап берейік. Иә?
Жақсы балалар, берілген уақыт аяқталды. Қай топ дайын етеміз? Жақсы. Олай болса, біз бірінші топтан бастасақ. Неліктен ақш кемелері Жапонияға барды? Жақсы? Жаған? ақш кемелері Жапонияны басып алу үшін барды, яғни оқшаулауға барды. Себебі Жапония теңіз елдеріне, яғни теңіз жаққа жақсы болғандықтан, сол жерде өздерінің теңіз саудасын жүргізу үшін Жапонияны басып алуға кемелер жіберді. Өте жақсы, отыр ғой. Тағы да толықтыратын бар ма? Осы топтан? Яғни Жапонияны өзіне қаратып алғысы келді, өзіне бағынышта болғысы келді. Ол өзіне көптеген пайда келді. Өте жақсы. Жақсы отыр ғой. Келесі екінші топтан. Жақсы жаңа айта ғой. Америка Жапонияға өздерінің кемелерін Жапонияны басып алу үшін барды. Себебі Жапония басқа еш мемлекеттермен араласпайтын, өздері ғана іштей дамып жатты және соны Америка өздеріне қаратып алу үшін, өздерінің құрамдас мемлекетті қылып алу үшін оларға ішінде әскерлері бар кемелер жіберді. Өте жақсы. Жақсы отыр ғой. Тағы тоқтатын ма екінші топтан? Екінші топтан? Жоқ па? Жақсы, балалар, өте дұрыс. Балалар, бұл біздің соңғы қорытынды тапсырмамыз болған болатын. Біз неліктен ақш кемелері Жапонияға бүгінгі сапарымызда неліктен ақш кемелері Жапонияға барған екенін түсіндік пе балалар? Неліктен барған екенін біз түсіндік, иә? Сонда негізгі Америка құрама штатының негізгі мақсаты ол жерді жаулап алып, өздерінің жаңағы сауда байланыстарын, сонымен қоса өздерінің экономикасын дамыту. Өйткені оларды Жапонияны жаулап алғандықтан, Америка құрама штатына жаулап алғандықтан тиімді жақтары оған әлемнің шеберханасы деп атаса да болады, Қытайға өте жақын болды. Сонымен Америка құрама штатының сауда байланысы және де басқа біздің Еуропа мен Азияның арасындағы елдерге байланысы Америка құрама штатының дами түсетін болды. Ал енді топ бірімізді жаңағы бағалы парағы бойынша бағамызды айтайық. Қанша баға қойғанымызды. Бірінші топ бастаса, екінші топқа қанша балл қойған екен? Сабаққа қатысқанына. Сабаққа қатысқанда біз 9 балл қойдық. Ал жаңа тақырыпқа жауап берулеріне оған 10 балл қойдық. Өте жақсы. Үй тапсырмасына жауап бергенде 8 балл қойдық. Өте жақсы. Ода барды. Екінші топ, бірінші топтың бағаны қарасақ. Сабаққа қатысқанына. Үй тапсырмасына жауап бергені үшін 8 балл қойдық. Жаңа тақырыпта жауап берулері үшін 10 балл қойдық және сабақта белсенділіктері үшін 9 балл қойдық. Өте жақсы. Жақсы отырмын. Балалар, өте жақсы. Ал енді біз сабақтың басындағы берілген стикерлерге сабақтан өзіміздің алған әсерлерімізді жазып, тақтаға іліп қойсақ. Рефлексия кезеңі бұл. Білемін, білдім. Жаңа да сабақта, келесі сабақтарда білгім келеді. Соны стикерларымызға жазып, тақтаға іліп қояйық. Жақсы балалар болса, тақтаға ілейік. Жақсы балалар, барлық топ, бірінші де топ, екінші де топ сабаққа белсенді, өте жақсы қатыстыңдар. Сонымен қоса әрбір топте. Жақсы балалар, олай болса біз үйде тапсырма алайық. Параграф 25-ті үйден оқу. Сонымен қоса еуропалықтардың Жапонияны ашуы тақырыбында әңгіме құрастырып келу. Сабақ аяқталды балалар, жақсы сау болыңдар.